Я құрметті көрермен, таңғы бағдарламамыздан оралдық. Я бүгінгі меймандарымызды, қонақтарымызды таныстыра кетейік. Әкімжан, өзін таныстыра кетейін. Біздің ортамызда жалпы Тұтмұхамед Қонаев атындағы балалар жасөспірімдер кітапханасының библиографиялық секторының жетекшісі Жанат Әуелова ханым және де кітапханашы Ақжан Бейсетаева. Қош келдіңіздер. Таңғы көңіл-күйіңіз қандай? Қалай жеттіңіздер? Қош келдік, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді сұхбатымызды бастайық. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз өздеріңізбен бір тікелей байланысты болып тұр. Өздеріңіз білесіздер. Жалпы енді сұхбатымызды былай бастайық. Қазіргі таңда дәл осы сәтте көпшілік оқырмандар қандай бір кітапқа қызығушылық танытып жатыр? Қазіргі мына ақпараттық дамыған заман, өзімізде білесіздер, интернет желісі дамыған, әртүрлі технологиялық жаңағы құрылғылар пайдаланып жатыр. Бірақ дегенмен де кітап оқитын адам жоқ деп айтуға болмайды. Бізден жылдан жылға оқырмандарымыз көбейіп келеді. Өткен себебі соңғы жылдарда кітап қорына өте көптеген әдемі өзіміздің ақын жазушыларымыз, өлкетанудан шыққан, өзіміз өлкемізден шыққан ақын жазушыларымыздың туындылары өте көп келіп жатыр, аудармалар көп келіп жатыр. Сондықтан да бізде оқырмандардың сұраныстары өте көп. Айтып кететін болсам, жеке олар жаңағы фантастика тақырыбында оқырмандарымыз оқиды. Бізде жас балалар мен жасөспірімдер кітапханасы болғанда психологиялық тұрғыда және жаңағы мотивационный кітаптарды, тарихи кітаптарды, зерттеулерді өте қызығып, көптеп келіп сұраныстары көп. Және бізде сонымен қатар балалар мен жасөспірімдер кітапханасы болғандықтан, мен сіздерге бір жола көрсете кетейін. Мен өзімен бірге бір кітап дана ала келген едім. Бұл жерде жаңағы комикс бұрыштамасы бар. Ол комикс бұрыштамасында бізде бірнеше әдемі түрлі түсті суреттермен жасалған, комикс үлгісінде жасалған әңгіме ертегі кітаптарымыз бар. Бұл жерге жаңағы балабақшадан тәрбиешілермен келеді, ата-аналармен келген балаларымыз, кішкентай бүлдіршіндер, олар жаңағы осы кітаптарды өте қызығып, комикс кітаптарына сұраныстар өте көп. Мысалы, мен солардың біреуі Ыбырай атамның әңгімелерден құрастырған Азаматы Битанның кітабын ала келдім. Менің көзімнен Кемел адам кітабіне түсіп отыр. Бүгін тақырып аясында бүгін Кемел адам тақырыбын алып отырмыз. Осы Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлының кітабын таныстыра кетсеңіздер көрермендерге. Қайырлы күн. Бұл кітап біздің кітапханамызда бар. Бұл Қайрат Жолдыбайұлының бастамасымен жазылған Кемел адам кітабы. Бұл кітапта Абайдың сөзімен бастайды. Ақыл қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек деп айтып кетеді. Бұл кітабымыз бізде Алматы баспасында 2023 жылы жарыққа шықты. Бұл кітапта яғни кемел адамның күнделікті жасалатын өзінің күн тәртібі, кемелдікке қалай жету керек, жалпы өмір салтын, өмір ұстанымын қалай дұрыс ұстау керек, барлығы жазылған. Тіпті қарапайым өмірдегі денсаулыққа қалай күтім жасау керек, тамақтану тәртібі де барлығы осы кітапта берілген. Бұл жерде жеке жаттығулар көрсетіледі кітапта. Абайдың өзінің айтқан әрбір сөздері, Абайдың берілген ғылыми жолдары, олардың өлеңдері, қараөздерінің барлығы осы кітап арқылы үндейді. Яғни кемелдікке жету керек, тура жолға түсу керек, барлығы осы еңбекте жазылған. Осы орайда Ақжан ханым, осы сіздің ойыңызша кітап оқу адамды қалай өзгертеді? Сол жайлы айта кетсеңіз. Кітап оқу ол адамның тіл байлығын дамытады, сөйлеу мәдениетін қалыптастырады, өзінің ортада қай жерде болсын, өзінің ойын, сөзін анық жеткізуге осы кітап оқулықтардың барлығы көмектеседі. Кітап өмірлік ұстаз деп бекер айтылмайды ғой. Өйткені себебі адам дүниеге келгеннен кейін әр адамның өзінің жаңағы алдыға қойған мақсаты, өзінің жаңағы ой пікірі болу керек. Сондықтан да сол мақсатқа жету мақсатында жаңағы кітапты көп оқу керек. Көзі ашық, көкірегі ояу әр адам кітапханада табылады деп мен ойлаймын.